Қызылорда тұрғыны қала әкімін жолды жапқызып тастады деп сөкті. Желіде тараған видеода тұрғынның реніші айтылған. Видео желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Бұл ретте қоғам белсендісі журналист Сәуле Әбілдахан қызының да айтары бар. Ол әкімге ашынған әйелді көргенсіз деп жатқандарға шүйлікті. Әкімге сұрақ қою, құқығыңды қорғау сіздер үшін көргенсіздік шығар, ал біз үшін өтірік көргенді мәдениетті болып көлгірсу. Халықты басынған әкім қаралардың сөзін сөйлеу нағыз көргенсіздік. 30 жыл көргенді, мәдениетті, сауатты, білімділер не бітірдіңіздер? Ханның қызысыз ба? Неге жолды жаптырасыз дегеннен не көргенсіздік көріп қойдыңыздар? Көздеріңіз өткір екен. Ал Қызылорданың 40 градус ыстығында сағаттап күтетін автобусың барар жеріңе жеткізбей, әкім келген жол жабық деп жарты жолдан тастап кетсе, үйіңде 5 балаңды қамап кетсең, кенжесі емшектегі 3 айлық шақалақ болса, көрер едік мәдениетті, көргенді болғандарыңызды. Ашынғаннан шығады ащы даусым деген қазақ, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген қазақ, енді ашынған ананы көргенсіз деп қалыпты. Аман болыңдар көргенділер. Бір нәрсе анық, 30 жыл бойы іріп шіріген, сасып борсыған мына елді көргенді мәдениеттілер емес, өз құқығын қорғауға ұмтылатын көргенсіздер өзгертеді. Сол кезде біз сияқты сауатсыз, қараңғы, көргенсіздер емес, сіздер сияқты көргенді, білімді, сауатты, мәдениеттілер тағы да биліктің бір-бір жайлы орнына жайғасатын анық. Елге қызмет ету білімнен емес, мінезден екенін мүмкін сол кезде түсінетін шығарсыздар деп жазды Сәуле ханым парақшасында. Айта кетейік, Қызылорда тұрғыны Сандуғаш Тұрлыбекова әкім Гүлшара Әбдіхалқоваға «Ханның қызысың ба, жолды неге жапқызасыз?» деп дүрсете сұрақ қойды. Бұл видео желіде тез тарап кетті. Назарларыңызға осы видеоны және әкімнің жауабын ұсынамыз. Құрметті көрермен, бұл жағдайға қатысты қандай пікірдесіздер? Менің ойымша, бұл сол жергілікті жағымпаз, яғни подхалимдердің тірлігіне ұқсайды. Әкім басшыларға жағу үшін баяғыдай жолды жауып, қызыл кілемше төсеп, құлша бас иетін сорлы құлдардың тірлігі дер едім. Сіздердің осы жағдайға қатысты пікірлеріңізді тағатсыздана күтемін. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.